Қыздар, сәлем. Бүгін біз сіздермен съемға қосылған кеш дайындаймыз. Бізге алдымен 100 грамм бөлме температурасындағы сары май қажет, 82,5% болу керек. Осыған бір жұмыртқа, бір қасық сметана 20% болу керек. Бір қасық майонез. Осыны жақсылап араластырамыз. Un қосамыз. Жұмсақ тесто илейміз. Бір чайный ложка разрыхлитель қосамыз. Қыздар, міне осындай тесто шығады. Мен 200 грамм ұн қостым. Менің ұным Данинан. Міне осылай болады. Жұп-жұмсақ. Начинкасын дайындағанша тынып тұра берсін. Осылай қоямыз. Қыздар, қайнап жатқан суымызға брокколиді салып, 1-2 минуттай қайнатып аламыз. Алдымен тұз саламыз. Брокколимізді. Қыздар, міне 2 минутта қайнады менікі. Алып аламыз. Жүз граммдай съемга керек, филесі. Осыны 4 бұрышты қылып турап кесіп аламыз осылайынан. Міне осылай турап аламыз. 4 бұрышты қылып. Енді брокколимізді тураймыз. Мындай жерін алып тастасаңыз болады. Брокколи тоже саламыз. Тұз саламыз. Оливковое масло құямыз. Қыздар, формамызды дайындап алдық. Менде 22 сантиметр. Астына міне фольга орадық. Енді осаңыз тестамызды қоямыз. Тестамыз міне жұп-жұмсақ болды. Міне тынып тұрды біраз. Қыздар, міне жасап болдым. Бортигін 2-3 сантиметр қылсаңыздар жетеді. Енді осының үстіне начинкамызды саламыз. Начинкамыз салып болды. Енді үстіне сливки құямыз. 100-150 граммдай. Осылай құйып шығамыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізде 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Чили помидорымызды осылай турап аламыз. Ортасынан осылай бөліктеп. Міне пирогымыз 20 минуттай тұрды. Енді 5 минуттай кішкене помидорымызды салып алайық. Бетіне чили помидорымызды. Духовкада бір 5 минуттай салсаңыздар болады. Қыздар, біздің кешіміз дайын болды. Өте әдемі шыққан, иә? Жасап көріңіздер, ас болсын.